Абай Құнанбаев. Екінші қара сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке-үке десіп шығып кетсе, қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші. Түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті, деп. Сонда мен ойлаушы едім, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант тұрған, жаман келеді екен. Ең тәуірі халық біз екенбіз, деп әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһари жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын малыңды кірелеп сол айдап келіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшы аяғың білән пішіратырға қойған идан түгіл, шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда? Абай Құнанбаев. Слова назидания. Слово второе. В детстве мне приходилось слышать, как казахи смеялись над узбеками. «Ах вы, сарты широкополые, камыш издалека носите, чтобы крыши покрыть. При встрече лебезите, а за спиной друг друга браните. Каждого куста пугаетесь, трещите без умолку, за что и прозвали-то вас сарт-сурт. При встрече с нагаями тоже смеялись и ругали их. Нагай верблюда боится, верхом на коне устает, пешком идет, отдыхает. И беглые, и солдаты, и торговцы из нагаев. Не нагаем, а накаем бы следовало вас называть. Рыжеголовый урус, этому стоит завидеть аул, как скачет к нему, сломя голову, позволяет себе все, что на ум взбредет, требует узун кулака показать, верит всему, что не скажут, говорили они о русских. Бог мой, думал я тогда с гордостью, оказывается, не найти на свете народа достойнее и благороднее казаха. Радовали и веселили меня эти разговоры. Теперь вижу, нет такого растения, которое бы не вырастил сарт. Нет такого края, где бы не побывал торговец сарт. Нет такой вещи, которую бы он не смастерил. Живут миряне в ладу, вражды не ищут. Пока не было русских купцов, сарты доставляли казахам одежду для живых и саван для умерших. Скупали гуртами скот, который отец с сыном между собой поделить не могли. Теперь при русских сарты раньше других переняли новшества. И знатные баи, и грамотные мулы, и мастерство, и роскошь, и учтивость – все есть у сартов. Смотрю на нагаев, они могут быть хорошими солдатами, стойко переносят нужду, смиренно встречают смерть, берегут школы, чтут религию, умеют трудиться и наживать богатство, наряжаться и веселиться.
Мы же, казахи, батрачим на их баев за жалкое пропитание. Нашего бая они гонят из своего дома. Эй, казах, не для того настлан пол, чтобы ты его грязными сапогами топтал. Сила их в том, что неустанно учатся они ремеслу, трудятся, они проводят время в унизительных раздорах между собой. А просвещенных и знатных русских и речи нет. Нам не сравняться с их прислугой. Куда сгинули наши былые восторги? Где наш радостный смех?